Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған тарихың, түп тамырың. 4-ші сабақ. Бөлімі ұлттық және отбасылық құндылықтар. Сабақ мақсаты мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтаңыз. Қымбатты балалар, сабағымыздың кіріспе бөлімінде сабақ мақсатына жету үшін өткен материалдарды қайталайық. Сұрақты қағбал тәсілі бойынша мәтіннің құрылымдық бөліктері, мәтін тақырыбы, мәтін идеясы сияқты ұғымдарды сұрақтарға жауап бере отырып еске түсіреміз. Мәтін дегеніміз не? Мәтін қандай бөліктерден тұрады? Мәтіннің тақырыбы дегеніміз не? Мәтіннің идеясы дегенді қалай түсінесіңдер? Иә, балалар, мәтін бұл жалпы бір тақырып төңірегіндегі біріккен, сабақтастық пен тұтастық тән, ақпаратты жеткізетін, мазмұнды, мәнді сөйлемдер тізбегі. Мәтін сөздерден, сөйлемдерден, абзацтардан тұрады. Мәтін бөліктері кіріспе, басы, негізгі бөлім, ортасы, қорытынды бөлім, соңы. Мәтін не жайында айтылса, сол оның тақырыбы болады. Мәтіннің идеясы автордың негізгі айтайын деген ойы. Жарайсыңдар, балалар, дұрыс жауап берді деген ойдамын. Енді негізгі бөлім практика кезеңіндегі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма мәтінді бейне үзікті мұқият тыңдап тамашалайық. Енді мен не түсіндім тәсілі бойынша мәтін негізінде сұрақтарға жауап берейік. Осы тапсырманың дескрипторын естеріңізге сала кетейін. Сұрақтарға жауап беріңіз. Пікіріңді дәлелдеу үшін мәтіннен мысал келтіріңіз. Сұрақтар. Балалар, бейне үзінді не туралы? Өз еліңнің тарихын білу қаншалықты маңызды? Ата-бабаларымыздың ерлігі кейінгі ұрпаққа не сыйлады? Мәтінге қандай ат қояр едіңдер? Неліктен? Автордың негізгі айтпақ ойы қандай? Балалар, жауап беріп болсақ, жауабын тексеріп көрейік. Бейне үзінді ата-бабаларымызды, тарихымызды құрметтеу туралы. Әрбір адамға өз елінің тарихын білуі парыз. Батырда өжет ата-бабаларымыз бізге қасиетті тәуелсіздікті сыйлады. Ата-баба жолы тарих. Себебі тарихты білу тектіліктің нышаны. Тарихты насихаттау, жастарды өзгеге еліктемей, ата-баба жолын жалғап, туған тарихын білуге үндеу. Екінші тапсырма. Мәтінді оқып, данышпан үкілер әдісі бойынша көтерілген мәселені анықтауға бағытталған кестені толтырыңыз. Дескрипторы мәтіннің құрылымдық ерекшелігін ажыратыңыз. Көтерілген мәселені анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңыз. Негізгі ойды анықтаңыз. Мәтін. Халықтың бастан өткерген тарихының әр беті бізге қымбат. Қазақ елінің жылнамасынан мына тарихи оқиғаларды айтып өткен дұрыс. 1456 жылы Шайбани ұрпағынан бөлініп, қазақ халқы жеке хандық құрды. Осынау 5 ғасырдан астам уақыт ішінде небір шапқыншылықтар мен қанды қырғындарға куә болды. Солардың ішінде жалпы халықтық сипат алып, бүкіл қазақ даласын шарпыған қасіреттің ең ірісі жоңғар басқыншылары мен
200 жылға созылған шайқас еді. Тарихта Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама деген атпен қалған бұл қиян кескі ұрыс ақыры қазақ халқының жеңісімен аяқталды. Ресей империясының отарлау саясатына қарсы қазақ даласында болған көтерілістің 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының да шоқтығы биік. Жеңіске жеткізбесе де, елдің бірлігін нығайтып кеткен бұл оқиға халқымыздың тарихынан елеулі орын алады. 70 жылғы езгі мен бұғауды талқандауға үндеген 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы өзінің батылдығы мен кезінде дүние жүзін дүр сілкіндірді. Осы оқиғадан кейін егемендік туы көтерілді. Балалар, енді мәтін негізінде данышпан үкілер кестесін толтырамыз. Бірінші бағанға мәтінде көтерілген мәселені анықтауға бағытталған 3 сұрақ құрастырып жазыңыз. Екінші бағанға мәтіннің негізгі ойын бір сөйлеммен білдіріңіз. Үшінші бағанға мәтіннің құрылымдық бөліктерін, кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін анықтаңыз. Жауап беріп болсақ, тексеріп көрейік. Бірінші баған, сұрақтар. Тарихты білу қаншалықты маңызды? Қандай тарихи оқиғаларды білесің? Егемендік бізге қалай келді? Екінші баған. Төл тарихымызды білу, қадірлеп құрмет тұту парызымыз. Үшінші баған. Мәтіннің кіріспе бөлімі тарих туралы ой салу. Негізгі бөлім тарихи оқиғаларға тоқталу. Қорытынды бөлім жеңіске жету, егемендік жайлы. Қорытынды бөлім жаңа тақырыпты бекіту мақсатында 5-5-1 әдісі бойынша сабақ кезінде нені меңгергендерің жайлы 5 сөйлем жазыңыз. Одан кейін сол 5 сөйлемді 5 сөзге дейін қысқартыңыз. Соңында бір сөзді қалдырыңыз. Сол сөз бүгінгі сабақтың түйіні болады. Жарайсыңдар балалар. Енді үйге тапсырма. Үйден туған жеріңнің тарихы туралы мәтін жаз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.